Сәлем достар, сіздермен бірге керемет арнасы. Бүгін біз осындай атты анимациялық мульттайтанын ендеше бастайық. Достар, басты кейіпкерде аты жоқ, сондықтан мен оған Сары деген ат қойдым. Мульт уақыт шырылдап жатқаннан басталады. Сары ұйқысынан тұрып төсегін жинайды. Ол тісін тазалауға тырысады. Тісін тазалап болған соң өзіне шай құяды. Шайын ішіп отырып өзінің кішкентай шкафтарын жинастырып отырады. Осыдан кейін Сарының жалғыз екенін білеміз. Сары шкафтарын жинастырып отырған кезде арғы жардан біреу тесіп жатқанын көреміз. Ол тесігін бірте-бірте үлкейтеді. Сары оның дауысын естиді, бірақ мән бермейді. Ол шкафтарын жинауды жалғастыра береді. Сары өзінің шкафтарының ішіндегі заттармен ойнап болмаса жинап, яғни білгенін істеп отырады. Сөйтіп түн бата, Сары ұйықтауға кіріседі. Жаңағы белгісіз біреу тесігін кеңейтіп алған екен. Тесігін үлкейткен соң тесікті босатып белгісіз біреу ішке кіреді. Ол ішке кірген соң Сарының бір шкафына кіріп кетеді. Таң атып Сары ояна. Ол өзінің тісін тазалайын деп жатқан кезде осындай жайт орын алады. Ол шошып кетіп көзі банка болып кетеді. Ол әдеттегідей өзіне шай құйып жатқан кезде ол шай емес, ол мақта шығады. Ол өзінің шкафтары қозғала бастағанын көреді. Сосын шкафтарды ақтара бастайды. Шкафтарда аша берген сайын әртүрлі заттар шыға береді. Оған шыдамаған Сары ашуға булығып, өз шкафтарын лақтырып шығарып тастайды. Ең соңғы үлкен шкаф ашылмай қалады. Сосын Сары ашуланып өзінің сызғыштары арқылы ашып тастайды. Бірақ оның ішінен осындай зат пайда болады. Сары оған шыдамай жылап жібереді. Сары өзінің артынан кішкентай шкафты байқайды. Бірақ кішкентай шкафты белгісіз біреу алып қаша жөнеледі. Сары жаңағы тесікке қолын тығып кішкентай шкафын алады. Бірақ оның ішінен ара шығады. Оны байқаған Сары тесіктің ар жағында қарапайым балалар ойнап жүргенін көреді. Сары далаға шыққысы келіп, арамен жарды кесе бастайды. Осылай мульт бітеді. Сонымен достар, видеомызды аяғына дейін көріп болсаңыздар, маған жазылып, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Видеоға назар аударғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.